Былтырдан бері осы Бәке мен Сәкенің, жаңа Қазыбектің, анау Баянауылдан келіп жатқан Жеңісбектің арқасында осы Павлодардан шықпайтын болдым. Қыста келдім, әппақ боран әйтеуір, бұл әппақ болып, көз аштырмай жетеді. Жазда келсем де әппақ қой қалаларыңыз, борап жатады екен. Сіздерде қысы жаз әппақ болады екен де мен байқағаныммен. Оған шіркей деген бенен тағы осы болады екен, сол көңіл сұрамай аузыңа да, көзіңе де, құлағыңа да кіре береді екен. Рахат енді, анау әйтеуір аппақ болып жатады екенсіздер, соған көзім көреді, керемет екен. Біз сол баяғы өздеріңіз көрген сол Асқар ғой. Сол тамашадан, сол теріс қақпайдан өздеріңіз көрген қалпында қыз кездегі фигураны бұзғам жоқ, өздеріңіз білесіз. Сол өздеріңіз баяғыдай күлетін сол Асқар қалпында әлі де алдарыңызға келсе, мен де сол фигураны сақтаймын деп уәде беремін. Бірақ мына шашқа ие бола алмай қалдық. Бұл құрғыр ағарған үстінде ағара береді екен. Менен жаңа үлкендеп жаңа кетегендер уақытсызда шашын бояп алыпты да қап-қара болып жүреді екен, мен оны білмеппін. Осы күйімізбен киноға да түсіп кетіппіз, сосын енді ел жұрт көріп қойды ғой, танымай қалар деп, сол боямай аппақ күймен жібердік. Енді қайтып келгенде де осының қалған сол ағарып бітетін шығар. Ал фигураны біз оғы ант етемін. Сол қалпымен тұрады енді. Бәке мен Сәке енді сіздердің өз елдеріңізді мақтанышыз. Ауылдағының ауыз сасық, мүмкін ауылда жүріп, елемей, білмей жүрген шығарсыздар, көрмей жүрген шығарсыздар. Бірақ Қазақстанның қай түкпірінде бармайық, біздер гастрольге барғып жүрген кезде осы жігіттердің әндерін қоя болса, ойбай бұлар қайда, бұл балалар қайда, ой керемет еді, ойпырмай осылардың әндері қандай деп. Қазір мына жаңа әндерін алып жүріп өзім дәріптеп айтып жүремін. Өйткені Алматыға шақырып, Бәрекелді деген бір кешке, Пашыркін деген бір кешке шақырып осыларды көрсеттім. Барлығы естеріне түсіп, ой осындай тамаша жігіттер қайда дейді. Ол тамаша жігіттер міне осы Павлодарда өздеріңіздің орталарыңызда аман есен жүр. Осылардың осындай мәртебелі болып өстіп, сіздердің арқаларыңызда шалқып, әлі де Бәке мен Сәке болып жүргеніне сіздерге рахмет. Өнер көрермені, көрер жұрты болмаса, өнерпаз тұт, демек сіздер бар болғаннан кейін, олар әлі бар. Әйтпесе талай не бар тарап кетіп жатқан. Кетіп қалады. Ал енді заман өзгеріп жатыр. Біреулер заман өзгерді дейді, білмеймін мен. Біреулер адам өзгерді дейді. Оған да менен ондай ақылды емеспін, таласа алмаймын. Заман өзгерді десе, оған да келсем, адам өзгерді десе, оған да келсе салатын болды. Қазір мына біздің айтатын әзіліміз де өзгерді. Кейбіреулер қазір бетімізге айтады, ой, қоя тұрыңызшы, айналайын, сіздің әзіліңіз өтпейді деп. Өйткені олар ана КВН-ге үйренген, қазір дар еткізіп күлдіре салатын прикол қуған көрерменге айналдыңыздар сіздерде. Қазақша қысыр сөз дейді, әйтеуір айта салса соған күлесіз сап, бүгін күлесіздер, ертесінде көрсеңіздер күлмейсіздер. Біздердің әзіліміз олай болмас еді, біздер басқаша едік. Сосын біздер кішкене екінші планға шықтық та қазір соларды алдыға жібердік. Неше түрлі әзіл көріп отыратын болдыңыздар. Ойын білмеген бала шешесінің етегін көтеріп ойнайды деген әзілді де көрсетіп жатыр. Оған да күлетін болдыңыздар. Оны да көретін болдыңыздар. Қуып жүріп билетін алып көретін болдыңыздар. Біздерді әншейін анда-санда бір кәрі құртаң, баяғы біздің замандастар болмаса зорлап апарып билет сатпаса келе қоймайсыздар. Келгеннен кейін барып көздеріңіз жетеді, осы екен ғой, осылай екен ғой деп. Баяғыда осындай еді ғой деп. Солай болып қалдық біздердің дәрежеміз сол қазір. Сосын мынау жастар біздерді аса біле бермес, жастар мына үлкен өзіміздің замандастар біле, мына жастарды көрген кезде алдымен әңгіме солардан бастап, солардан кешірім сұрағым келіп тұрады. Кешіріңдер жастар, айналайындар. Біздер шынымен-ақ мына сендерді түсінбейтін заманда дүниеге келгенбіз. Біздер шынымен-ақ мына сіздерден көп артта қалған, оңбаған заманда дүниеге келгенбіз. Біздің заманымызда мына сіздер сияқты бас-басымызға компьютер, сотовый телефон болған жоқ. Кешіріңдер, айналайындар. Біз басымызбен жұмыс істедік. Амал жоқ. Біздің заманда мына сіздердің заман сияқты жарқыраған неше түрлі киім болған жоқ. Біздің кейбір құрдастарымыз өзінің ағасының аяғында кроссовка қашан менікі болады екен деп армандап келеді. Оның шешесі ол ағасына кроссовканы 2 размер үлкен алып берген ғой. Ол оны 4 жыл киеді. 4 жылда менен інісінікі болады, онысы киіп алған кезде оған 2 размер үлкен. 40 рет жамалған кроссовканы киіп алып соған мәз болып жүрді. Шешеміз не киілсе соны киіп өстік. Ауылдың балшығында өскен баламыз, халық әртісі көктен су салғамыз жоқ, біздер жүрдік ауылда. Бірақ мына сіздердің заманнан айырмашылығы, біздің заманда қытайский деген болған жоқ, советский деген болды. Советский ірсін кетіп киіп алатынымыз аяққа.
Оның қоншын қайырып тұрып киесің, өйткені қоншы аппақ болып тұрады. Парашютпен ысқылап тұрып ағартып қоясың да көшеде, бұнандай балшық кезде көшеде аппақ қонышы бар, зіңкетікпен келе жатқан жігіттің сұлтаны болатын. О кезде мынандай жігіттің сұлтаны деп әлгі жарыстыратын шоу жоқ, ол шоудың өзі зіңкетік аппақ қонышымен балды. Бұтта советский қара трико, кейде көк трико. Онана шешелеріміз жататын кезде гамажбен бірге тізесін буық қояттым қылдап қой. Таңертең орнынан тұрғанда түйіншегін шешіп жіберіп киіп аласың, түске шейін түп-түзу болып жүресің. Түстен кейін балақ 2 метр алдыға шығып кетеді, көлбен. Бірақ ана түске дейін жинаған авторитетпен жүре берсің, оған қарамайсың. Тамаша. Үстімізде күпайке деген киім болатын. Қазіргідей куртка, ветровка, кожанка деп жоқ. Күпайкенің өзі магазинде сатылмайды. Шешелеріміз бір бөтелке арақ беріп трактор сіздерден сатып алады. Рас қой, кигендерің бар шығар, командастар. Алда-жалда жаңа күпайке кие қалсаң, ой, мақтанасың, өйткені ол жалтырап кожа сияқты болып тұрады. Бір жаңбыр тигеннен кейін болды, ішіндегі жүннің шуасы бұрқырап шыға келеді, өзі боп-боз боп оңып кетеді. Бірақ әйтеуір күпайкең бар, жүресің ғой, керемет. Ауызда қара сағыз, сымала. Күледі. Сол сағызға жете алмай жүреді ме біздің заманның қыздары деген. Артымыздан жүгіреді, сағызыңнан берші. Бермей әуле боласың, өйткені ол еңбекпен келеді, айналып кетейін деді. Столбының төбесіне шығып қырып алу керек оны. Көрінген бұрыштан сатып ала сататын, жибаш кемесі ол саған. Поштаның адамдарын аңдып жұмырлап алуың керек оны. Аузын қап-қара болып жалмаңдап жүресің сосын. Қазіргі заманның жігіттерін бағалайтын астында Lexus бар екен, ойбай Mercedes'і бар екен, ойбай iPhone, iPad бар екен қолында. Біздің замандағы Mercedes те, Lexus те, iPhone да, iPad да жігіттің қолында романтик деген маңлида болды. Бәтті сау. Романтикті магазиннен алып шыққан күні ұстайтын үшкасы сынып болады. 2-3 күннен кейін кассета салатын қақпағы түсіп қалады. Бірақ қазіргі мына техникаларын садаға кетсін, романтиктің өшіп қалды деген естігем жоқ. Солай ма біздің жамандас жігіттер бар ма романтик ұстаған? Комбайнде де романтик қақсап тұрады, Кәсімсотта да романтик қақсап тұрады. Қырманға барсаң да, күпкіге барсаң да, қой қырқымға барсаң да, қайда барсаң да романтик айғайлап, жігіттердің қолтығында жүреді ғой. Лошадьми кантая. Қай заман екен бай. Кешкісін көшеге шығасың, көше толған сықырақ. Қазіргінде естің алда барасам, мен келдім шық деп сообщение жазып беретін телефон жоқ. Біздің сообщениеде, общениеде ысқырық. Кешкісін ауылдың көшесі симфония. Әр қыздың өзінің шығатын сықырығы бар. Біліп отырады, ол өзінің сықырық болмаса шықпайды. Әр жігіттің өзінің сықырығы бар. Қызы бар үйдің есігінің алдында 15 минут сықырып тұрған кезде, сол үйдің кемпірінің келе жүгіп басыңа тиеді ғой. Күндіз оймай ине сабақта